Егер сен ешқашан күлуді тоқтатпасаң не болады? 5 минуттан кейін өзіңді керемет сезінесің. Ми эндорфин мен дофаминге толады. Жүрек соғысы жиіледі және сен өміріндегі ең жақсы іш бұлшық ет жаттығуын жасағандай боласың. 1 сағаттан кейін көңілдік бітеді, бет бұлшық еттер құрыса бастайды. Тамақ тұрақты, тырыспалы тыныстан ашып ауырады. Ми абдырай бастайды. Дауыс байламдарын бақылаудан айырылады. Сен мазасызданып күлуді жалғастыра бересің. 3 сағаттан кейін тыныс алу қиындайды. Өйткені өкпе тырысулардың арасында толып үлгермейді. Оттегін деңгейі төмендейді. Бас айналу мен әлсіздік пайда болады. 5 сағаттан кейін ми мүлде істен шығады. Ол қуаныш пен нағыз азапты ажырата алмай қалады. Діріл соншалықты күшейеді, тіпті қабырғаларды шырпыдай сындыратындай болады. Сен әлі де күліп тұрасың, бірақ көздерің мұның тоқтағанын жалбарына сұрап тұрғандай. 10 сағаттан кейін ми толық қызып кетеді, бірақ дене тоқтауға мүмкіндік бермейді. Галлюцинациялар басталады. Сен диванға қарайсың, ал ондағы көлеңкелер саған қосылып күліп тұрғандай көрінеді. 23 сағаттан кейін ағза шегіне жетеді. Қан қысымы төмендейді, жүрек ырғағы бұзылады және ми ақыры өшеді.